Halkım kuralsın, söyledi bizge varsın. Bu toydun kökün aytayın toy boladı degende. Halkka habar taratkan aç yürөгүн жараткан. Эшегиyle жасанды, отауды тегеп аюп тапкан. Байрақты тегеп ачаккан, жырчысы болса кылады. Аламандасын кылады, кызы өткөн аткан. Айтысы болса айтысы, тартысы болса тартысы. Куда дәвер болады, кызы өткөн аткан. Аламандасын кылады. Ой, акайым. Сіздер бүгін енді ақ ниеттің орындауында Қашағанның жыр бастауы, Қашағанның жыр бастауымен сабақты бастадық. Бұл жалпы осындай додалы тойларда, дүбірлі аш тойларда жыршылардың, ақындар менен жыршылардың сөз бастауы, абыз би шешендердің сөз бастауы қазақтың табиғатымен, қазақтың дүниетанымында бар дүние. Сондықтан біз соны жаңғыртып отырмыз. Бұған дейін электронды қазақ үйдегі шығармалардан сусылдай отырып, нәр ала отырып сабақты бастасақ, бүгін ақ ниеттен анау жеті қайық шыққан Маңғыстау жеріндегі ән мен жырдың інжу маржаны болған Маңғыстау жерінен түлеп шыққан ақ ниеттің орындауындағы бабалардың мұрасын тыңдай отырып бүгін сабақты бастадық. Сондықтан шешендік өнер пәніне деген қызығушылық, мына рухтың оянуы, жан дүниенің елжіреуі, ойдың балқуы, тән мен жанның қатар ұлттық рухтың нағыз бір керемет шыңдалған, сыналған деңгейге жетуі осы қазақтың қасиетті домбырасының, қасиетті сөз өнерінің арқасы, нәтижесі, жемісі. Сондықтан алдағы жылдағы оқу маусымында да біз осы бағыттағы тапсырмаларды жүзеге асырып отырамыз. Осы тұста мен бір-екі сұрақ қойғым келіп отыр. Белсенді түрде жауап беріңіздер. Сіздерге осы 90-да электронды қазақ үйдегі шығармаларды тыңдау арқылы сабаққа бастаудың бір жаңаша әдісін енгіздік. Осы сіздер үшін қандай да бір пайдасын тигізді ма? Диана. Ең біріншіден, бұл сабақта отырған кезде оқушыларды жігерлендіріп, рухын ашып, біз сабақтың барысында өте жақсы еніп, оны тыңдауға деген қызығушылығымыз арттырып, ал оның пайдасы біз оны тыңдап, ұғып алуымызға 100% бізге көмек береді. Менің ойымша ол өте жақсы бір бастама болды. Біз осы сабақ арқылы өзіміздің сөйлеу сөзімізді дамыттық, және де осы сабақта бәріміздің ойымыз сергіп, ойымыз жинақталып, барынша сіз өзіңіздің аузыңызға бүкіл 30 оқушыны қаратып, бір оқушы басқа нәрсемен айналысып отырмайтын деңгейдесіз. Сондықтан біз де сол деңгейге жетуімізге қазір тырысып жатырмыз, және де осы сабақ арқылы біз өзіміздің ел алдында еркін сөйлеу және шешен сөйлеуді үйрене бастадық. Жақсы. 8-ші B сынып оқушылары осы пәнді игерудегі соңғы 90-да өте жоғары белсенділігімен көзге түсті. Сондықтан да біз жақсы сабақтарды түсіріп, сіздердің де нәтижелеріңізді енді шөжені күзде сана дейді. Қазақ оқу маусымы аяқталғанда соның нәтижесі, пайдасы қандай болды, соны ауызша тексеріп сынап алайық деп отырмыз. Егер осы пән сіздер айтқандай пайдалы болып жатса, басқа мектептегі оқушылар да осы пәнді ары қарай оқуға ынтасатады деп ойлаймын, және сіздердің замандастарыңыздың қызығушылығының оянатынына бек сенімдімін. Сондықтан сіздердің пікірлеріңізді тыңдағым келіп отыр. Шынайы пікірлеріңізді айтыңыздар, бой аласыз. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Әр қазақ домбыраның үнін естігенде бас бұрмау мүмкін емес. Сол сияқты бізде де ағайдың қазақ үйден әр термелердің домбырамен орындалатын күйлерді қосылған кезде барлығымыздың зейініміз ашылатыны ол баршамызға мәлім. Сабақтан барлық көп сабақтардан шаршап келіп, рухымыз түсіп келген кезде ағайдың қосқан күйлерін, термелерін тыңдау арқылы біріншіден зейініміз ашылса, екіншіден сабаққа деген құлшынысымыз қайта оянады. Және осы термелер мен күйлерді тыңдай отыра, біз қазақта негізінде қанша күй терме бар екенін көптеген термелермен таныстық, көптеген күйлерді білдік, және олардың орындайтын кім екенін білдік. Жақсы. Осы жерде тағы бір не ашылмай тұр. Қандай тыңдаушы болдыңыздар деген мәселе. Жай ғана тыңдаушы болдыңыздар ма?
тыңдап қана қоймай, әртүрлі түйіп алатынын жазып отырдық. Және оны сабақ барысында талдап, одан қандай осы термин тыңдау арқылы біз не алдық деген сұраққа жауап іздедік. Және біз қазақтың қаншалықты терме күйлерін, таныс емес күйлерін танысып, бір жағынан термелерді де, күйлерді де насихаттай білдік деп және осы сабақтың басында электронды қазақ үйді қосу арқылы бірінші пайдасы әр ортада мысалы қазір көбінен күй қосылып жатыр ғой, қай ортада қай жерде қандай күй қосу керек деген атына дейін жатқан мен досым қосса қалай деп ұялмай айтамыз. Және менің өзіме алғаным өзіме ұнайтын жақсы бір әнді таптым да соны күнделікті тыңдап көлікте де қосып жүретін болдым. Яғни маған ол өз пайдасын тигізді. Ал енді келетін ол қайсысы? Біздің елдің жігіттері деген ән маған өте қатты ұнады. Мен соны қазір көп жүрген жерінде де көп тыңдап жүрмін. Маған тигізген пайдасы осылай. Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған Сәкен Омардың әні. Негізі боямасыз шын пікірім осы сабақтың басында электронды қазақ үйді тыңдау арқылы біздің ең алдымен сабаққа деген зейінімізді ашты. Басқа сабақтардан ұйықтап маужырап келген кезде осы күйді тыңдау арқылы осы оянып осы сабаққа толықтай ене алдық. Және де осы электронды қазақ үйден көп жыр термелерді тыңдау арқылы менің былай айтқанда көп түйгенім қазақта жыр терме ол көп. Біз тойларға шыққан кезде тек қана бір адай мен көңіліне тыңдай береміз, содан да құлақ жалып кетеді. Ал бұнда көп күй, терме, жыр ол өте көп. Олардың бәрін біле білгеніміз ол біз өзімізге жақсы. Жақсы. Біз енді ұлттық мектеп құру талпынысындамыз, құрып жатырмыз. Құдай қаласа, міне сол ұлттық мектепті ұлттық тәрбие арқылы құруға болады. Біз сіздерге осы тыңдаған дүниелеріңізді сараптаудан өткізіп, сүзгіден өткізіп, әрбір сөзді сыннан өткізіп, қандай мағынасы бар екенін талдау арқылы сіздердің тыңдау шеберлігіңіз бен қабілеттеріңіз жетілді. Негізі қазақ құймағұлақ, қазақ екіге бөледі, құймағұлақ, ақпағұлақ деп. Ақпағұлақ мына жақтан айтсаң, мына жақтан шығып кетеді. Сіздер алғашқы кезеңде осы әндерді қойғанда аса мән бермейтінсіздер, кейбіреулеріңіз түсінбейтінсіздер. Біртіндеп әрбір жолын, әрбір сөзін талдау жасау арқылы біз енді тыңдаған шығармаларымыздың мазмұнына, құрылымына, тәрбиелік тағылымдық қызметіне әрбір сөздің мән мағынасының астарына үңілетінді. Осы арқылы біз талғампаз тыңдаушыға айналдық. Кешегі әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағының кесері бар деп абай айтқандай, естен де енді тыңдауға, тыңдаған әндеріміздің мән мазмұнына мейлінше назар аударуға тырысатын жаңа бір деңгейге көтеріліп, бұл сіздердің өз замандастарыңыздың араларыңыздан озып шыққан тағы жетістіктеріңіз деп білемін. Және келесі оқу жылында біз осы бағыттағы зерттеу және сабақты берудің әдіс тәсілдерін жетілдіре түсеміз. Осы сабақтан алған білімдеріңіз сіздерге өмірлік рухани ас боларына сенімдімін.